Тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде қазақстандық медицина айтарлықтай биіктерге жетті. 1996 жылы орталық қалалық аурухана базасында Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы құрылды. 9 корпустан тұратын және 325 төсек есептелген жедел медициналық жәрдем ауруханасы жаңа кешені 2013 жылы 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы аясында пайдалануға берілді. Ең заманауи жабдықтармен жабдықталған гибридтік операция бөлмесі бар. Науқасқа бірнеше операция жасауға мүмкіндік береді. Ашылған күннен бастап онда 50-ге жуық гибридтік операция жасалды. Жылына 3000-ға жуық ота жасалады. Долгое время Тәуелсіздік жылдары Қазақстан медицинасы мемлекетпен бірге дамыды. Бұған дейін миокард инфаркті мен инсультті консервативті түрде емдедік. Қазір біз заманауи құрылғылардың көмегімен заманауи тәсілдермен жұмыс жасаймыз. 30 жыл бұрын осындай медициналық мүмкіндіктер болады деп ойламадық. Тәуелсіздік жылдарында медицина алға қадам басты. Біз үшін ең бастысы дені сау халық, салауатты болашақ. Біз халықаралық стандартқа сәйкес дамып келе жатқандықтан халықаралық аккредиттеуге қатысуды шештік. Бұл біздің қаламыздың және өңіріміздің пациенттеріне көмек көрсетуге ғана емес, сонымен қатар халықаралық деңгейге шығуға мүмкіндік береді. Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтауды дамыту бағдарламасы бойынша жедел медициналық жәрдем ауруханасы қызметкерлері Ұлыбританияға оқуға мерзімді түрде жіберіледі. Онда пациенттерді емдеудің халықаралық стандарттарын оқып үйренеді. Қазіргі уақытта жедел медициналық жәрдем ауруханасы Семей қаласының және жақын маңдағы аудандардың тұрғындарына шұғыл медициналық көмек көрсетуді жалғастыруда.